Балалар, бүгін біз саз аспаптарын жасаушы маман боламыз. Мына алдыларында көріп тұрған саз аспаптарын білесіңдер ме? Қандай аспаптар? Сылдырма, тұяқтас, ал мынау балалар ысқырғыш. Ысқырғыш әдетте саздан жасалады екен, міне. Мәселен, қазір ысқырып көрейік, иә? Ерекше көңілді өзіне тән дауысы бар екен. Мысалы, сендер де ысқырып көрулеріңе болады. Ал қараңдар балалар. Қандай дауыс шығады? Әдемі қоңырым шығады екен, өтеді. Құстың дауысы шығады екен, яғни ысқырғышымыз бүгін біздің құстың торғай тәріздес жасалған екен. Олай болса балалар, бүгін ысқырықты біз саздан жасап көрейік. Ысқырғышымызды бүгін біз саздан жасап көрейік. Саздан жасап көрейік, ал олай болса сазды бірінші дөңгелектейміз. Сосын қазанның шұңғылындағы, бұлай қазан шұңғылындағы тереңдетеді екенбіз. Қараңдар міне. Қараңдаршы міне. Осылай тереңдетіп, одан оны біріктіреміз. Қараңдар. Біріктіріп, себебі ортасында қуыс қалу керек. Бұл қуыс біздің ысқырғанда үніміздің жақсы шығуына септігін тигізеді. Оны әдемілеп бекітіп, бұны біз күн көзіне қойып кептірейік. Сонда бізге үніміз жақсы шығып, қоңыр дауысты үн шығады. Олай болса, жүріңдер, мына саздан жасалған ысқырығымызды кептірейік. Жақындар. Біздің саздан жасалған ысқырығымыз дайын болды ма екен? Көрейік. Балалар, мынау күннің көзіне жасалған саздан жасалған ысқырығымызды кептіруге қояйық. Алып қояйық. Бұл кепсе, үні жақсы шығып, біздің әуеніміз де сондайлап кең шығады. Балалар, біздің саздан жасалған ысқырығымыз жақсы кепкен екен. Олай болса, үні де жақсы шығу керек. Ал, байқап көрейікші.